أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Барлықтарыңызға Алланың игілігімен сәлемі болсын. Алланың жәрдемімен, мейірім махаббатымен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Я Раббым, тек қана өзіңнің разылығың үшін Құран әріптерін үйренуге ниет еттік. Бисмилля. Бүгін біз ғойн және айн деген әріптермен танысамыз. Ғойн әрпі жуан истиғла сифатында истиғла, және ол өткен сабақта өткен хо әрпінің шығатын махражынан, яғни тамақтың ең жоғарғы бөлігінен дыбысталады. Хо деген жерден ғойн, қазақша ғ дыбысын береді. Ғ, ғи, ғу. Және бұл әріп жуан, бірақ қатты жуанға жатпайды. Кәсірамен келгенде ғи деп оқимыз. Жазылу үлгісіне назар аударыңыздар. Ғойн әріпінің жеке тұрғандағы белгісі сөз басында, сөз ортасында және сөз соңында ол қайта өзінің қалпына келеді екен. Ғ, ғи, ғу. Кітаптарыңызға мұқият назар аударыңыздар. Ғ, ғи, ғу. Әғ, әғ. Тамақтың соңғы тілге жақын аймағынан дыбысталады. Истиғла, жуан, жәһр. Яғни бұл әріптен интервалы ұзаққа созылады. Жәһр дегеніміз ауадан өзінің несінде, махражында сенім тұрған және ол әріпті дыбыстағанда ауа шықпайтын әріп екен. Сөздерді оқимыз. Мұқият назар аударыңыздар. Жоғарғы жазылған сөздер: ғом, ғобе, ғил, ғои, ғой, ру, ру, ғойру, ғойру, бәғ, бәғ, лу, бәғлу, фәрғу, ғоб, ғоб, мәбләғ, мәғриб, иғлиб, иғфир, иштәғәлә, иштәғәлә, яштәғилу, истәғфәрә, истәғфәрә, ястәғфиру, ястәғфиру. Келесі бізде айн әрпі. Дәл осы әріп жазылуы тек қана нүктесі жоқ. Айн әрпі біз өткен сабақта өткен хә, әх дегендегі хә, тамақтың орта тұсынан дыбысталатын әріптің махражынан шығатын айн. Ә, ғи, ғу, ә, ғи, ғу. Истифәлә, жіңішке әріп, және ол әріпті айтқан кезде ауа шықпайды, жәһр, және дыбысталуы орташа ұзақтықта. Әғ деп мынау сияқты қатты не қылмайды, бірақ білдіріп өтеміз. Қазір сөздерді оқығанда байқайсыздар. Ә, ғи, ғу. Тек қана нүктесі жоқ ғойн әрпінің сыңары. Жіңішке сифаттағы әріпе. Сөздерді оқимыз. Сіздерге көрініп тұрма сөздер? Бәға, бәға, ан, ам, сәм, мәғә, мәғә, ғайрабә, 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 ғажәбә, ғажәбә, ғамәл, ғилму, ғумру, جمع، جمع، جعلو، جعلو، عب، عب، عسكر، عسكر، عيلم، جعفر، عنبر. Яғни айн әрпін сукундымен келген кезде бөліп тастауға болмайды екен. Жафар, жағфар, жағфар деп өтіп кетуге болмайды да, тез айтып өтіп кетуге болмайды. Кішкене жартылай
интервалын ұстап өту керек. Мысал үшін, жаңа біз ғойн әрпін иғфир деп өтсек, бұл да Джафар. Дыбысталуы жартылай ұзақтыққа созылады екен. Келесі бетті ашамыз. Алла сендердің, иман келтіргендердің және білім бергендердің дәрежесін көтереді. Мужадала сүресінің 11-ші аятының мағынасы, жалпы дәрежелеріңіз әрқашан биікте болсын, Алла разы болатындай білім алып, білімдеріңізді өмірлеріңіздің соңына дейін қолдануларыңыз нәсіп етсін. Бұл жерде жазылу үлгісі мұқият назар аударыңыздар және толығымен жазып шығыңыздар, жақсы ма? Негізі мына кітапты біз жасаған кезде барлық нелерін қойдық та, мына жерге қойып тұрып жазған, каждый нәрсені өзім жазып шыққан ғой. Бірақ мынау кітапты шығарған кезде, білмеймін, размері болмады ма, әлде бір қателік кетті, кейбір әріптер осылай жоғары шығып кетті. Және кейбір әріптердің әрекеттері жоқ болып тұрды. Мен өзімде жазған жерімде тұрды олар. Мына жаққа шықпапты. Жаңылдегі размеріне байланысты деймін. Жалпы білмедім енді. Қате кемшілігімізді Алла кешірсін. Әріптің атауын, махражын, сифатын, жуан жіңішкелігін толығымен жазыңыздар. Алла қаласа бізде 4 қана әріп қалды. Алла жеңілдік берсін, пайдалы білім болсын.